Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 6-шы сыныптың бойынша алдында бірінші тараудың тақырыптарын түсіндіруді бастағанбыз. Сол бірінші тараудың 3-ші тақырыбына келіп отырып, яғни екі санның проценттік қатынасын табу деген тақырып. Енді қатынас деген сөз алдында барлығы түсіндірілді. Енді процент деген сөзге тоқталатын болсақ, процентті біз соңғы рет 5-ші класста өткен болатынбыз. Кішкене сәл қайталай жіберейік. Процент енді ұмытып қалғандар болуы мүмкін. 5-ші класстан бері мысалға процентті біз қалай түсіндірдік? Енді мен өз оқушыларыма мысалға процент десе, көп айтсам көз алдарыңызға 100 клетканы елестет деп айтамын. 100 клетканы елестетсе оңай болады да. Мысалға, осының бір клеткасы боялған мысалға. Мына жер боялған мысалға, яғни неше процент боялып тұр? Мына бүкіл мысалға шаршы деп алатын болсақ, сол неше процент боялып тұр? 1% боялып тұр. Неге? Өйткені мына жерде 100 клетка болса, сол 100 клетканың тек біреуі ғана боялып тұр. Сәйкесінше солай кете береді. Мысалы, мына жерде 20 клетка боялып тұрса, яғни 20% боялып тұр деген сияқты. Түсінікті ғой? Процент деген нәрсе осы болатын. Яғни 1% деген 100 клетканың біреуі деген сөз. Бөлшектің бөліміне барлық вариант жазылады. Барлық вариант деп отырғанбыз, мына жерде барлығы 100 клетка бар ғой, соны жазып қойдық. Және боялған біреудің үстіне жазып қойдық. 5 боялса 5 деп жазасыздар, ол 5% болады. Жақсы, процент деген осы еді. Енді бүгін біздің сабағымыздың тақырыбында бізге екі сан беріледі. Және ол бір сан, екінші санның қанша пайыз деп сұрақ қойылады. Бұл түсінікті болу үшін, мысалы, өмірден бір есеп алайық. Осы тұрғанда бір ойдан шығарайық. Мысалға, бір кісі еңбек ақысы, мысалы, айына алатын еңбек ақысы 200 мың теңге болсын. 200 мың теңге болсын. Еңбек ақысы 200 мың теңге. Енді мынадай нәрседе, мысалы, ертең сіздер де жұмыс жасайсыздар, сол кезде түсінетін боласыздар, айлықтарыңыздың түскен айлықтың бәрін түгел алмайсыздар. Мысалы, қандай да бір процентін медстраховка дейді, немесе пенсионный фонд аударасыздар. Сол сияқты әртүрлі салаға мектеп бола ма, басқа бола ма, профком деген болады, ойақабап, қандай да бір пайызын бересіздер. Сондай міне айлықтың, мысалы, түскен айлығыңыздың сондай пайызын таратып, яғни зейнетақы қорына анда-анда ауыстырғаннан кейін сізде қалған соманы өзіңіз аласыз сондай. Енді мысалға, зейнетақы қорына, зейнетақы қысқартып жазып қойын. Мысалға, 2000 теңге түсті делік мысалға. Ай сайын 2000 теңге түсіп отыр. Енді сұрақ, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы міне. 200 мың теңге берілген және 2000 теңге берілген. Енді сұрақ мынандай. Мына 2000 теңге, мына 200 мыңның неше проценті? Түсінесіздер ме? Осы сан. Енді оны табу үшін не істейміз? Бір үлкен сан, бір кішкентай сан берілген, сіз қатынас құрасыз. Яғни, мына жерде 100 клетканың бөлшектің бөлімін жаздым ғой. Неге бөлімін жаздым? Барлық вариант, бүкіл вариантты бөлімін жазамыз. Мен енді барлық ақшамның барлығы, не бар ақшам 200 мың теңге. Оны бөлшектің бөлімін жазамын. 200 мың. Так, 200 мың теңге. Соның мысалға тек 2000 теңгесінің ғана зейнетақы қорына түсіп отыр. Яғни 2000 теңгені бөлшектің алдына жазамын. Енді осыны пайызға айналдыру үшін 100-ге көбейту керек. Сол кезде пайызға айналады. Қанша пайыз екенін шыға қоятын. Түсінікті ғой, осындай қатынас ала қоясыздар. Үлкен санды бөлшектің бөліміне, кіші санды бөлшектің алдына жазасыздар. Енді мына жерде енді кім қалай қысқартамын дейді, өз еркі. Мысалға, 2000-ның 3 өліммен 200 мыңның 3 өлімсіз тұтайын. Неқта 200 қалды, неқта 2 қалды ғой. 200 бен 2-ні қысқартайын. Неқта неше қалады сонда? 100 қалады, 100 бен 100 қысқарады. Бәрі қысқарып кетті. Значит, не деген сөз ол? 1 деген сөз. Яғни 1%. Сонда жаңа сұрағымыздың жауабы қалай болды? Мына 2000 теңгеміз, зейнетақы қорына аударылған 2000 теңгеміз біздің айлығымыздың 1% екен. Түсінесіздер ме? Осылай міне. Осылай әртүрлі медстраховкаға аударылады, солай әртүрлі профком деген болады, сояққа аударылады, осындай жерлерге аударылады екен. Осындай белгілі бір пайыздары. Сөйтіп, ақшасы, мысалы, сіздерге берілген чекті көріп тұрсам, мынандай аударылды деп, өзіңіз пайызын осылай есептеп алуыңызға болады екен. Түсінікті ғой? Олай болса, осы тақырыптың есептерін шығаруға кірісейік. 47-ші есеп дейді. 5-тің 20-ға қатынастар жазып қойған, соны пайызға айналдыру керек.
Көп келтіре айтпай ақ қояйын, 1-2 жерін айтып шығайын, болды. 5-тің 20-ға қатынасы дейді. 5-тің 20-ға қатынасы сөзбен жазылған. Енді мен қатынас қылып бірден жазайын. Осылай жазылады ғой, 5-тің 20-ға қатынасы. Пайызға айналдыру үшін не істейміз дедік жаңа? 100-ге көбейте қоямыз. Мына жерде енді кімге қалай ыңғайлы қысқарта қоясыздар. 100 бен 20-ны қысқартайын. Мына жерде 5 болады. Бөлшектің алымы кетіп қалды. 5 пен 5-ті көбейтемін, 25 пайыз екен сонда. Сонда 5 деген сан 20-ның 25 пайыз екен. Түсінесіздер ғой? Әр жерден бір шығарып жүрейін. Соңынан бір алайын ба? Ең соңғысын бір алып жүрейін енді. 1,6 5-ке қатынасы дейді. 1,6-ның 5-ке қатынасы. Жазып қоямын да, көбейтемін 100-ге. Бізге сұрақ былай болып тұр. 1,6 деген сан, 1,6 деген сан. 5-тің неше пайыз деген сөз ғой. Енді мына жерде әркімде әртүрлі вариант болуы мүмкін енді. Мына үтір кейбіреулерге мына ондық бөлшек қиындық тудырып жатса, бұлай жасауға да болады. Енді мына жерде жасайтын басқа түрлі варианттар бар. Бірақ алдағы уақытта енді бұлай істеуге де болады. Мына үтірді жылжытсаңыз 16 болады ғой. Мына үтір жылжытқасын 5-тен де үтір жылжыту керек болады. 5 деген үтір негізі. Онда бұл 50 болады. Дұрыс па? Көбейту 100. 5-ші астағы ереже ғой. Бөлшектің алымында бөлімді бірдей санға көбейтуге болады деген. Мен бөлшектің алымында бөлімді былайша келгенде 10-ға көбейтіп тұрмын ғой. 1,6-ны 10-ға көбейтіп 16 болды. 5-ті 10-ға көбейтіп 50 болды. Міне 100 бен 50-ді қысқартамын. Мына жақта 2 қалады. 16 мен 2-ні көбейтемін. 32 пайыз екен сонда. Бұл бізде 47-ші есеп. Нөмір жазбай кеттік та. 47-ші есеп бұл. Енді 48-ші есепте бізде сурет берілген. Енді сурет мына жерге салып қойған дұрыс еді. Так. Соның мына жерлер боялған ғой. Мына көресіздер ғана үлкен бір қорапша ғой. Соны осындай бөліктерге бөліп тастаған, бірдей шаршыларға бөліп тастаған. Сосын мына қораптың сыртын бояп тастаған, мыналарды бояп тастаған, міне бүйтіп. Мыналардың бәрі, мына қорапшалар, кішкентай қорапшалар бар ғой. Осылардың бәрін бояп тастаған. Мыналардың бәрі. Үстіңгі жағында көрінсе, сырт жағын бояп тастағанда тек мына жердегі қорап қалған боялмай. Неше қорап көріп тұрсыздар боялмаған. Дұрыстап қарап алсаңыздар. Мысалы мына жерде мына бәрі бір қорап қой, біреу, мына жерде екеу, міне үшеу. 4, 5, 6, 7, 8, 9 бар. Енді бұл жерде енді көз алдымызда елестетуіміз керек, көріп алуымыз керек. Мысалы мына қорапшада былай бөліп тастағаннан кейін астында мысалы неше қорап жатыр? 12 қорап жатыр. Оның ортасында 12 қорап, бетінде 12 қорап жатыр. Барлығы неше? 36 қорап екен, соның 9-ы боялмаған. Яғни 36 қораптың 9-ы боялмаған. Бізге сол неше проценті бос дейді, яғни боялмаған. Неше процент, соң процентке айналдыруымыз керек. Барлығы 36-ның бөліміне жаздым. Боялмағанын сұрап тұр, бізге босын сұрап тұр. Яғни 9-ы бөлшектің алымына жаздым да, оның бәрін 100-ге көбейте қоямыз. 100%-ке. 36 мен 9 қысқарады 4 болады. 100 бен 4-ті қысқартам 25 болады. Сонда 25% боялмаған екен. Қалған 75% боялған деген сөз. Енді бұның әз жағдайда бар екен, тағы да суретпен тұр. Енді оны өздеріңіз шығарып көресіздер, осыған ұқсас қылып. Бұл бізде 48-ші есеп болды. Нөмірін жазу қайта ұмытып кетіп жатырмын. Келесі 49-ші есепті қарап жіберейік. Бұда да бір оқып шығайын. 250 грамм қант қызылшасынан 45 килограмм қант алынды дейді. 250 килограмм қант қызылшасынан 45 килограмм қант алынған, е? Қант қызылшасының неше проценті қант дейді. Түсінікті ма? Мысалға, тағы да енді үш жағдай берілген, бір жағдай ғана көрсетейін. Қалған жағдайды дәл осылай шыға береді. Мысалы, 250 дегенде бөлшектің бөлімі жазамын, үлкен сан. Соның ішінен 45 килограмм қант шығарып тұр. 250-дің ішінен 45 килограмм қант шығарып тұр. Яғни неше пайызы қант деп тұр ғой. Яғни пайызға айналдыру үшін сол бағанағыдай 100-ге көбейтемін. Так, 100-дің 1 нөлі мен 250-дің 1 нөлін жазып тастайын. Яғни 10-ға қысқарттым екеуінде. 25 та 45 та екеуі де 5-ке бөлінетін сандар. Мында 5 қалады, мында 9 қалады, дұрыс па? 10 мен мына жерде 10 болып қалды, оны 100-дің 1 нөлі салған. 10 мен 5-ті қысқартам 2 қалды. Бәрі қысқарып, тек 9 мен 2 қалды. Екеуі де бөлшектің алдында орналасқан. Көбейтеміз 18% екен сонда. 18% қант болып тұр.
Бұл 49-шы есеп бойынша айтатынымыз. Келесі 50-ші есеп. Орам жапырақтың жерге себілген 120 тұқымның 90-ы өнді дейді. Мысалына бақшамен, бау-бақшамен айналысатын адамдар жақсы біледі. Мысалға жерге еккен тұқымыңыздың барлығы шыға бермейді. Кейбіреулер енді ауа райы да жақпай қалуы мүмкін, немесе кейбіреулер су дұрыс берілуі мүмкін, немесе егілуі дұрыс болмауы мүмкін деген сияқты. Тереңге келіп кетуі мүмкін, немесе мықты бетіне шығып кетуі мүмкін. Әртүрлі жағдай болады. Жалпы бұл жерде түсінетініміз, еккеніңіздің барлығы дерлік 100% шықпауы мүмкін. Сол мына кісіде сондай болып тұр. Мысалы, орам жапырағы еккен, қанша еккен? 120 орам жапырақ еккен тұқымын алып еккен. Бірақ соның 90-ы өніп шыққан. Сонда неше пайызы өнді деген сұрақ қойып тұрған бізге. Пайызға айналдыру үшін тағы да сол 100-ге көбейтеміз. Тағы да қысқартып жүргіземіз. Мына жерде істейміз ал. Мына 1-1-0-ді сызып тастайын. 12.900 3-ге бөліп тастайын. Мына жақта 4, мына жақта 3 қалады. 100-ді 4-ге бөліп тастасам 25, 25-ді 3-ге көбейтем 75%. Сонда еккен тұқымның 75%-ы жеміс беріп тұр екен. Бұл бізде 50-ші есеп. Бұда 2 есеп бар енді. Біріншісін ғана көрсеттім. Екіншісі дәл осылай кете береді. Келесі 51-ші есеп. 700 грамм иодтың спирттегі ертісінде иод 119 грамм дейді. Ертіндегі иодтың концентрациясы неше процент дейді. Концентрацияны табу үшін да міне сол. Жалпы концентрация деген сөзге түсінбейтіндеріңіз болса, ол мысалға күнделікті біз оны өмірде көп қолданып жүрміз. Тек концентрация деген атын білмеулеріңіз мүмкін. Мысалға шайға шекер салсаңыз да концентрация, шайға сүт қоссаңыз да концентрация, заварка қоссаңыз да концентрация болады. Яғни екі химиялық заттың байланысқан айтады концентрация деп. Ол жалғыз сұйық емес, басқа да заттар да бола беруі мүмкін. Жақсы ма? Так, мысалы жаңа суға сода салып, немесе тұз салып араластырып жатамыз, соның бәрі концентрация жатады. Енді бұл жерде 700 грамм иод екен. Иодтық ертінді. Соның ішінде иодтық спирт дейді айтпақ. 700 грамм иодтық спирт. Иод пен спирт араласқан болып тұр ғой. Соның именно иод 119 грамм екен. 119 грамм иод. Процентке айналдыр дейді. 100-ге көбейтеміз ғой. Енді мына жерде 100-дің 100 бен 700-ді қысқартуға, 100-дің 2 нөлмен 700-дің 2 нөлін алып тастаймын. Сонда 119-ды 7-ге бөлуіміз керек. Қанша болады сонда? 17 ма? Қателеспесем 17% болу керек. 17%. 51-ші есептен кеттік. Екінші есепте дәл осындай. Тест түрінде берген екен. Атай дейді, банкке депозитке 2 миллион теңге ақша салған. Бір жылдан соң ол 2 миллион 180 мың теңге алады дейді одан. Сонсыздар ғой, депозит деген сөзге қиналатын болсаңыздар, ол былай. Мысалы, банкке ақша саласыздар, банкте белгілі бір проценті болады. Сіздің ақшаңызбен жұмыс жасап, осындай белгілі бір процентпен сізге бір жылдан кейін қайтарады. Осындай теңгелеп. Сонсыздар ма? Яғни банк сіздің ақшаңызбен жұмыс жасайды. Сіздің ақшаңызбен жұмыс жасаған үшін сізге сыйақы ретінде бұлай ақшаңызды көбейтіп береді. Мысалы, Атай банкке қанша салған? Өзінің бар ақшасы 2 миллион теңге. 2 миллион теңге. Оны банк бір жылдан кейін қандай қылып қайтарып беріп тұр? 2 миллион 180 мың. Енді бұл жерде айтуларыңыз мүмкін, бана ағай айтып едіңіз ғой, үлкен сан бөлімде тұрады, кішкентай сан алдында тұрады деп. Енді бұл жерде тағы да сол міне. Барынша ол не істеді? Бұл жерде өсім деп тұр. Өсіп жатыр енді. Қанша пайызға өскенін көруіміз керек. Бағана біз қанша пайыз тапқан болсақ, енді бұл жерде қанша пайызға өскенін табу керек болады. Мына жерге кейбіреулеріңіз егер сол ережеден айнымай келмейді дейтін болсаңыздар, мына жерге құр ғана 180 мыңды жазуға болады. Яғни 2 миллион салды, үстіне 180 мың қосылып тұр ғой, түсінген адамға. 2 миллион 180 мыңды жазуға да болады. Ол да қате емес. Бұл кезде тек точно процент шығарып береді. Ал мына жерде қазір мен келсем былай шығайын қарайын да. Пайызға айналдыру үшін 100-ге көбейтемін. Дұрыс қой. Бір жылдан соң мынандай қылып алды, Атай банкке салған ақшасын неше проценттік өсіммен алды дейді. Қысқартайық. Мына жақта 4 нөл көріп тұрмын, бөлімнен де 4 нөл жазып тастайын.
Мына 100 бен мына жақта 200 қалды, оны қысқартамын, 2 қалды. Сонда 218 2-ге бөлсем 109 ба? 109%. Енді сонда неше пайызға өсті дегенде 109% деп айтсақ дұрыс бола ма? Қате ғой, яғни ол бастапқыда 2 миллион салды, 100% өзінің барлық ақшасы 100%, 2 миллион салды. Ол 109 болып қайтты. Яғни қанша пайыз өсіп тұр? 9%-ға өсіп тұр. 109-дан өзіңіздің 100%-ыңызды алайтасыз, өзі 9%-ға өсіп тұр. Ал мына жерге жаңа мен сияқты 2 миллион 180 емес, 180 мың деп жазған адамдар бірден 9 шығады ода. Түсінікті ғой? Сол екеуін де көрсеткім келіп тұр да. Енді бағанадан бері кішкентай санын жазып жатқанын көріп отырсыздар ғой, тек сонда ерекшелеу болсын деп осылай жазып жатырмын. Тағы да қайталап айтамын. Мына жерге 2 миллион, мына жерге 180 мың деп жазсаңыз қате болмайды. Ол кезде бірден 9 деген жауапты аласыздар. 53-те мынандай не беріп қойған, фигуралар беріп қойған, үшбұрыштар. Соның мысалы сосын сыртын квадратпен, яғни шаршымен қоршап қойған. Енді мен суретін сәл дәлдіктер болмауы мүмкін. Негізі сосын мына жерде клеткамен көрсетіп қойған кітапта. Суретін шығарып қоярмын экранын. Мысалға, мына жерден мына жерге шейін 3 клетка болып тұр. Енді бұл жерде біз былай есептей беруге, әрбір клетка мына жерде айтылмаған сияқты. Үшбұрыштың ауданының квадраттарының ауданына проценттік қатынасын табыңдар деп. Яғни бұл жерде мысалға бір клетка 1 сантиметр деп кейде айтылады есептерде ше, мына жерде енді айтылмай тұр. Айтылмай тұрса, онда 2 клетканы 1 сантиметр ала берейік онда. Мына жерде 2 клетка тұрса, міне. Мына 2 клетка 1 сантиметр, и мынау тағы жарты сантиметр, сонда 1,5 сантиметр ғой мына жері. Кездесіздер ғой. Былай қарай 6 клетка, яғни 3 сантиметр, сантиметр жазып қойын. Енді былай сәйкесінше мына жағы да солай. 1,5 сантиметр, мына жағы 3 сантиметр. Мына жағы 3 сантиметр түсінікті ғой. Бізде мына үшбұрышымыз боялып тұр. Осы боялған бөліктің процентпен айту керек қатынасын. Енді қалай айтамыз оны? Мына жерде мен андай ұсынғым келіп тұр. Мысалға, төртбұрыштың ауданын бәріміз таба аламыз ғой. Мына квадраттың ауданын таба аламыз ғой. Не істейміз оны табу үшін? Ұзындығы мен енін көбейтеміз. Яғни барлығын табу үшін 3 пен 3-ті көбейтем. S барлығы деп қойын, мына B деген сөзім ғой, барлығы. Немесе квадрат деп қойыншы. Шаршы квадрат немесе. Квадраттың ауданы 9 сантиметр квадрат. Оған ешкім дауы жоқ. Енді мынадай сұрақ. Мысалға, мына жерге 4 бұрыш салып қойын. Осын былай бөлсем, жартысы деген келсесіздер ғой. Мына 4 бұрыштың былай диагонал бойынша бөліп жасам, ол жартысы болып есептеледі. Дұрыс па? Яғни сіздер мына жерде боялмаған үшбұрышты қараңыздаршы, міне бір боялмаған үшбұрыш. Осының ауданын қалай табамыз? Қалай ойлайсыздар? Немесе мына жерде түрлі вариант көп енді. Мен былай істейін онда. Мынаны былай боялған үшбұрышты былай 2-ге бөліп тастайын. Келісесіздер ме? Сол кезде мына үшбұрыштың мына квадраттың ауданы қанша екені айтылды? Барлығы 9 ғой. Мен оны ровно ортасына бөліп тастадым. Сонда мына жағы 4,5, мына жағы 4,5 болып қалды. Дұрыс па? Қоссақ 9 шығады. Енді қараңыздаршы, 4,5-ның өзі 2-ге бөлінген ғой. Мына 4,5-ды қараңыздар. Ол да 2-ге бөлінген, мынау да 2-ге бөлінген. 4,5-ны тағы 2-ге бөлсек, мына жер сонда 2-ді 25, 2,25. Мына үшбұрыштың мына жақ бөлігі. И мына жақ бөлігі де солай 2,25. Не, көріп тұрсыздар ма? Сонда мына үшбұрыш, боялған екі үшбұрышты бір-біріне қосатын болса, қанша болады? 4,5 болады ғой, 4,5 болады. Сонда 9 сантиметр квадрат болатын квадраттың, 9 сантиметр квадрат болатын шаршының ауданын, соның нешесі боялып тұр? Қанша бөлігі? 4,5 сантиметр квадрат бөлігі боялып тұр. Енді сантиметр квадрат жазбаса да болады, түсінікті болып жазып жатыр. Көбейту 100 пайызға айналдыру керек қой. Мына 4,5 мен 9 қысқартсақ 2 болады ғой, келісесіздер ғой. 4,5 9-ның жартысы ғой. Сосын 100-ді 2-ге бөліп тастаймыз, 50 сонда. Мына 50% боялып тұр екен. Екіншісінде дәл осылай өздерің ойланып көріңіздер. Так, 54-ші есеп. 54-ші есеп бағана А тобындағы бірінші есепке қатты ұқсайды. Оны
5 килограмм 100 килограммның неше проценті дейді? 5 килограмм 100 килограммның неше проценті дейді? 100-ге көбейте қойсыздар. Мынаны беріп тұр, міне процентке айналдырады. 100 бен 100 қысарады, 5 қалды сонда. 5% құрайды екен. Осылай бүкіл есебі де солай кете береді. Заттың алғашқы бағасы 1200 теңге. Заттың алғашқы бағасы 1200 теңге. Оның арзандатылған бағасы 1000 теңге. Зат неше процентке арзандады дейді. Бағанада Атай банкке салған ақшасы сияқты ғой бұл жерде. Мысалға магазинге бардық, 1200 теңге болған зат қой. Мысалы кеше барып қарап кеттім, мысалы 1200 теңге тұрған бір зат ұнатып қалдым да, үйге барып сол ақшамды апарып келем дегенше, ана зат уже скидкамен арзандап отыр екен. Қаншаға арзандаған? 1020 теңгеге түскен ғой. 1200-дің заты 1020 теңгеге арзандаған. Түсінесіздер ме? Енді неше пайызға арзандаған деп тұрды бұл жерде. Соны бағана депозитке байланысты есепті осылай шығардым ғой. Енді мына жерде сәл өзгертейікші енді. Мысалға 1200-ден 1020-ға түсіп тұрса, неше теңгеге арзандап тұр? 180 теңгеге арзандап тұр ғой. Дұрыс па? Білсеңіздер ғой. Басында 1200 теңге болды, енді 180 теңге скидка болды, 1020 теңге болып қалды ценасы. Яғни 1200-ден 1020-ны алып тастадым. 180 теңге болды. Міне, енді осыны пайызға айналдыру керек. Сол кезде жауабы бірден шығады да менде. Қысқартайық. Мына 100-дің 2 нөлі мен 1200-дің 2 нөлі жасайын. 180 мен 12-ні қысқарту керек. Қанша болады 180-ді 12-ге? 15 болады екен, 15 пайыз. Сонда 15 пайызы бізде 15 пайызға арзандаған сонда. Түсінесіздер ғой? Ал егер сіздер бағана былай шығарғаныңызда, мысалы 1200-дің 1020-ға қатынас деп алғаныңызда, осыны 100-ге көбейтсең, ол да қате емес, ол да дұрыс. Тек жауабынан шатыспау керек. Мынаны шығарамыз, сіздерде мысалы жауабы қазір сұрағанда 85 пайыз шығатын еді. Сіздер жауабын 85 деп айтпауларыңыз керек. Сондықтан неге? Бастапқыда 100 пайыз болды, сіз барғанда 85 пайыз болып қалды. Қанша пайызға арзандаған? Яғни 100-ден 85-ті алуды ұмытпау керек, егер осылай шығарсаңыздар. Сол кезде 15 пайыз шығады. Жақсы ма? Мына бағана Атайға байланысты, депозитке байланысты да солай болды. 2 миллион 180. Ол да екеуі есептің берілуі бір дейді, почти. Екіншісі бар екен, оны өздеріңіз шығарарсыздар, дәл осындай. Ол жерде бірақ қымбаттаған. Жаңағыдай қылып алуыңыз болады. Я мына түрде қымбаттаған ценасын ғана жазып қоюға болады. Немесе сол қымбаттаған барлық өзінің ценасын жазып қоюға болады. Немесе қаншаға қымбаттаған жазып қоюға болады. Екі тәсілдің бірін қолданасыздар, иә. Так, 56 кесте беріп қойған енді. Б, А, П деген сияқты мынандай. Түсінікті болу үшін біреуін көрсетіп кетейін. Дәл қалғанын дәл сол сияқты толтыра бересіздер. Мысалы, Б деген ғой. Мына жерде Б, мына жерде А, мына жерде П процент яғни. Осы мына жақта сандар толтырып берген енді. Б-ның орнына 8 деп ал, А-ның орнына 32 деп ал да пайызын тап дейді. Мына жақта 12 келесі есеп. Осылай 7,5 деген сияқты міне. Процентін тап деген сияқты осылай толтырып қойған. Б саны А санының неше процент дейді. Мына Б деген сан А-ның неше процент деп тұр. Яғни 32-ні мына А деп тұрған сандардың барлығын бөлшектің бөліміне жазасыздар да, Б-ның орнында тұрған сандардың барлығын алымына жазып отырасыздар. 32-ден 8 дейсіздер, 100-ге көбейте қоясыздар. 32 мен 8 қысқарса 4 болады, 4 мен 100 қысқартайын 25 болады. Сонда 25 пайыз. Мына жерге 25 пайыз деп жаза қоясыздар. Әрқайсының шығару жолын астына жазып қойсаңыздар, тіпті керемет болады. Так, 27-ші есеппен тоқтайды шығармайын. 27-ші есеппен тоқтайын. Сосын қалған сұрақтарыңыз болса, есептеріңіз болса, комментарийға жазып қалдыруларыңызға. 27-ші есеп былай. Ас содасының дейді, судағы ерітіндісіндегі ас содасы массасының су массасына қатынасы дейді. 2-ның 23-ге қатынасына дейді. Ас содасының судағы ерітіндісінің концентрациясын табыңдар дейді. Бана айттым ғой, мен суға соданы араластырған ғой, сол кезде концентрация болады дедім ғой. Міне мысалы, стакан алайық, мысалға, осының міне кішкентай бөлігі астында түбінде ғана сода бар міне. 2, яғни 23 деп қояйын, қатынас 2-ның 23-ге қатынас деп айтылды ғой. Дұрыс, 2-ның 23-ге қатынас. Мынау 2, сонымен қайталап айтамын, бұл сода, ал 23 деген ол су. 2-ның 23-ге қатынасы қалай түсінесіңдер? Яғни бұл жерде
барлығы 25 бөлік бар. 25. Стаканды 25 бөлікке бөліп жасаңыздар, бір теңдей қылып 25 бөлікке бөліп жасаңыздар, соның 2 бөлігін сода алып отыр, қалған 23 бөлігін су алып отыр деген сөз ғой. Түсінікті ғой? Түсіндіре алдым ба? Енді осының құрамында ас содасының судағы ерітісінің концентрациясы қандай дейді. Не істейміз? 23-тен 2 деп аламыз. Жоқ, қате. 25 деп аламын. Өйткені барлық бөлігі 25 қой. Соның міндетті түрде екеуін ғана сұрап тұр, содының ғана сұрап тұр. Содының концентрациясын сұрап тұр. Содыныкін сұрап тұр. 100-ге көбейтемін сосын. 100 мен 25 қысарады. 4 болады, 4 егін 8. Сонда 8% ғана екен мына жер. Бұнда қалған қанша? 92% су деген сияқты. Енді суды сұрамаған, жалпы енді. Осы қорытындылап шығарып жіберуге болады. Жалпы міне екі санның проценттік қатынасын табу деген есеп тақырыбы осындай. Жеңіл, бұрынғы 5-ші кластың процент деген тақырып түсінсеңіздер, бұл аса қиындық тудырмайды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар, комментарийда сұрақ қойып белсенділік танытайық.